Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, оқушылар, жаратылыстану сабағын бастаймыз. Бүгін бізде 18-ші сабақ адамдардың ғарышты зерттеуі. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын өткен сабақты есімізге түсірейік. Өткен сабақта біз ғарыш әлемі тақырыбымен танысқанбыз. Есімізге түсірейікші балалар, е? Аспан денелеріне не жатады? Дұрыс айтасыңдар. Күн, жұлдыздар, ай және ғаламшарлар жатады, е? Жер өмір сүруге қолайлы жалғыз ғаламшар. Ол күннен қашықтығы бойынша 3-ші орналасқан. Өте жақсы. Енді бүгінгі тақырыбымыз адамдардың ғарышты зерттеуі. 18-ші сабақ оқулығымыздың 61-ші бетінде орналасқан. 6 және 1 деген бетті аша қой. Бұл сабақта сен ғарышты қалай зерттейтінін білесің. Астрономия, астроном ұғымдарымен танысасың. Суретке назар аударып қарай қой, балақай. Бұл аспан. Аспан әлемінің арғы жағында нелер бар деп ойлайсың? Жақсы. Ерте заманда адамдар осы сұрақтың жауабын білгісі келген. Жұлдыздарды зерттеу үшін ежелгі астрономдар арнайы құрал-саймандар ойлап тапқан. Астроном аспан әлемін зерттейтін ғалым. Ғалым деп адамды атаймыз, е балалар? Телескоп аспан денелерін бақылауға арналған құрал. Не байқадың? Бұл суреттегі адамдар не істеп жатыр? Ертеде астрономдар арнаулы құралдармен аспан әлемін бақылады. Олар бақылауының нәтижесін жазып отырды. Қызықты мәлімет, астрономия тарихымен таныс. Ежелгі астрономдар жер ғаламшары аспан әлемінің дәл ортасында орналасқан. Жерді күн, ай, ғаламшарлар мен жұлдыздар айналады деп ойлаған. Ал шын мәнісінде қалай еді, балалар? Есімізге түсірейікші. Иә, біз күн жүйесінде орналасқанымызды білеміз, е? Барлық 8 ғаламшар күнді айналып жүр. Ал жер ғаламшары 3-ші орналасқанын білеміз. Бұл Ұлықбек обсерваториясы. Өзбекстанның Самарқан қаласында орналасқан. Оны ұлы ғалым, астроном Ұлықбек салдырған. Астрономдар обсерваториядағы құрылғы мен ғаламшарлардың өлшемін өлшеген. Обсерватория деген не деп ойлайсыңдар, балалар? Ата-анаңнан сұрап көр. Зерттейік. Адамдар неге ғарышты зерттей бастады? Оны қандай құралдар арқылы зерттеуі мүмкін? Сен қандай зерттеу құралын құрастырар едің? Үйде оның үлгісін жаса, немесе суретін сал. Иә, балалар, адамдар неліктен ғарышты зерттеді деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Жер ғаламшарынан басқа ғаламшарлар қалай орналасқан? Басқа ғаламшарларда тіршілік бар ма? Ғарыш арқылы, ғарыш кеңістігін зерттеу арқылы жер ғаламшарындағы адамдарға қандай пайдасын тигізуге болады деп ғарышты зерттей бастаған екен. Қазіргі біздің теледидарымыз, ұстап жүрген телефонымыздағы байланысымыз, интернетіміз, осының барлығы ғаламшармен қалай байланысты деп ойлайсың? Үлкендердің көмегімен осы сұрақтарға жауап іздеп көр. Есіңде сақта, ай жарық шығармайды.
Ол күн сәулесінің әсерінен жарқырап көрінеді. Біз білеміз, балалар, ай жердің серігі. Білгенің жөн. Телескоп арқылы аспан әлемін толық зерттеу мүмкін емес. Сондықтан адамдар ғарыш кемені ойлап тапты. Ғарыш кемемен ғарышты зерттейді. Қазіргі уақытта зерттеу жұмыстары жүріп жатыр. Балалар, ең алғашқы ғарышкер кім екенін білесіңдер ме? Ол Юрий Гагарин. Ал Қазақтан шыққан алғашқы ғарышкерлер кімдер? Дұрыс айтасыңдар. Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетов, Ал ғарышкерлер күні қай күн аталады? Дұрыс, 12 сәуір күні ғарышкерлер күні екен. Жаратылыстанудың нөмірі 2 жұмыс дәптерінің 6, 7 беттерін ашып, тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырма, ғарыш кеменің суретін аяқтап салып, бояймыз әдемілеп. Келесі тапсырма, ғарышты зерттеуге арналған алғашқы құралдарды қарындашпен қорша. Қарап тұрсақ, қазіргі кездегі ғарышты зерттеуге арналған құралдар мен ерте замандағы құралдар қатар тұр екен, балалар? Қайсысы алғашқы ерте замандағы құралдар екенін тауып, соларды ғана қоршаймыз. Өте жақсы, бүгінгі сабағымыз мәресіне жетті. Бүгінгі сабақта өзіміз қандай сатыда тұрмыз? Жоғарғы деңгейде түсіндік пе? Орташа ма? Төмен бе? Әлде де түсінбей қалған жерлеріміз бар ма? Осы астындағы, дәптеріміздің астындағы кері байланысты белгілейміз. Келесі сабақта кездескенше қош сау бола ғой.